Мен номері 82 орта мектептің 10 сынып оқушысы Нағашыбай Маржан. Ғылыми жобамның тақырыбы Арал маңы құмдарының көшуіне қарабарақ өсімдігінің экологиялық әсері. Жетекшім Үргенішбаева Айнұр апай, ғылыми жетекшім Тәженова Сандуғаш Қалмаханқызы, Жаратылыстану институты география магистрі. Ғылыми жобамның өзектілігіне тоқталатын болсам, 1961 жылдан бастап Арал теңізіндегі су деңгейінің күрт төмендеуі Қазақстан Республикасының шегінде 1 миллион гектардан астам алқапты құрлықтың пайда болуына әкеп соқты. Аралдың құрғақ түбінен шыққан тұз бен шаң жергілікті халықтың денсаулығына қауіп төндіріп, яғни қысым, бауыр, бүйрек, көз ауруларын тудырды. Мәселені шешудің бір жолы фитомелиорация, яғни орман мелиорациясы. Сондықтан ғылыми жобамның қарабарақ өсімдігінің Арал теңізі орталығының экологиясын жақсартудағы рөліне баға беруге арнаулы өзекті мәселе деп ойлаймын. Ғылыми жобамның мақсатына тоқталатын болсам, қарабарақ өсімдігінің биологиялық ерекшеліктерін зерттеп, оны Арал теңізі экологиясын жақсартудағы маңыздылығын анықтау болып табылады. Менің осы ғылыми жобамның өзектілігі жалпы Арал теңізі құмдарының көшуіне қарабарақ өсімдігінің экологиялық әсері. Бүгін біз қарабарақ өсімдігі өсіп тұрған алқапқа келдік. Бұл алқапта қарабарақ өсімдігі көптеп өскен. Жалпы бұл өсімдікті ауыл тұрғындары түйе сораң немесе сораң деп атайды. Бұл өсімдік көргендеріңізде топырағы сортаңды сазды жерлерде өседі. Бұл жалпы қарабарақ өсімдігінің бір жылдық бұтағы. Бұның түсіне келетін болсақ, бұның түсі көкшіл сұр түсті, ал өзі цилиндрлі шырынды моншақ тәріздес болып келген. Ал бұл сексеуіл өсіп тұрған аймақ. Бұл жердің ерекшелігі көріп тұрғандарыңыздай сортаңды емес, құмды аймақта өсіп тұр. Мен 9 сынып оқушыларының қарабарақ өсімдігі туралы сауалнама алған болатын. Бұл сауалнама нәтижесінде қарабарақ өсімдігін тек олар отын ретінде пайдалануды білсе, және ғылыми жұмысымның өзектілігі де осында, мен оларға қарабарақ өсімдігінің экологиялық әсерін және Арал теңізі құмдарының көшуіне экологиялық әсерін түсіндіремін.